Қайырлы таң, құрметті менің жазылушыларым, оқырмандарым. Сізбен көптен бері кездескен жоқпыз. Оның негізгі себептері бар. Біз көп жерлерге бардық, бірақ балық жақсы түрткен жоқ. Бүгін тағы да сондай үмітпенен шығып отырып, Ақшұқыр поселкесінің Ақшұқыр ауылының жанындамыз. Желдің бағыты бүгін солтүстік батыстан 1-2 метр қазір болып тұр. Сағат 11-12-ден кейін 7-8-ге дейін көтеріледі деген болжамдар бар. Негізі прогноз. Қараймыз, келдік енді. Мына жерде тек қана мен емес, мына көршілерінде бар жігіттер тұр. Мына жағында да жігіттер бар. Балық түсіп жатса, сіздерге әлбетте көрсететін болған. Сіздерден өтініш, ерінбей ғана қызылға басып жазып қойыңыздар. Комментарий жазыңыздар, дизлайк басыңыздар, лайк басыңыздар. Біздің каналдың таратылуына себепші боласыздар. Ал қармақтарымызды лақтырып бастаймыз енді. Біреуін алысқа, біреуін жақынға сөйтіп тексеріп көре береміз ғой. Көршілеріміз 60-70 метрге дейін кіріп жатыр суға. Бірінші жақыннан көрейік, кейін көре береміз. Құрт тұрмай тұр. Көршілерінде лақтырып жатыр, қайтадан шығарып салып жатыр. Соған қарағанда бұл жігіттерде де құрт тұрмай тұр ғой деймін. Балық ұстаса көрсетер едім. Міне тағы бір кісі келді. Адамдар бүгін күн сенбі, демалыс күн енді көбейеді ғой. Көп болған жақсы негізі. Қарап отырасың. Біреуінікіне болмаса, біреуінікіне әлбетте түртеді ғой. Бүгін күн сенбі. Видео отыра алмадық, кеше құрт қазғам. Мүмкін түседі ма деген үмітпенен балық. Қаладан шығып кеттім. Бір емес, осы жерге келгелі бері бірнеше жерді алмастырдым. Құрт тұрмайды. Сосын тағы да ілініп қалатын тағы бір жағдай бар. Мынау міне өткенде 3-ші күні қазған құртым ғой. Әлі сол күйінде тұр. Тірі бәрі де. Сол жігіттер түсіп жатса білетін боласыздар ғой. Сәттілік баршаңызға да. Тек жақсылықта кездесейік. Міне мынау менің ұстаған бірінші балығым қазір. Жоқтан жақсы дейді ма дейді. Алысқа кіріп лақтырып едім. Алысқа кіріп лақтырғанның
көмек тиді деймін осы алысқа кіріп костюмді киіп ерінбей барып лақтырып едім бірінші балық лақтырған бойдан түсті өледі. Осы шама енді садокқа барасың, енді басқа амалың жоқ. Садокке балықты салып жатсам, мынау жабысып жатыр менің қолыма. Мен саған не істедім? Айтшы. Қорқпа давай. Жабыстың ғой қолыма мен. Мен сені жейін деп атқан жоқпын. Мен тек садогымды қойып атым. Ал сен болсаң жабысып атсың маған. Давай, жабыспа маған. Мен қолыммен ұрып атым. Давай, сені де жібереміз. Қолға түспе. Әйтпесе жеп қоясың. Бырт еткізіп. Жіберем мына жерге, таясын. Давай, сен тістеме давай. Түсің ба? Тастардың астына кетесің давай. Мамай, кет. Болды. Кефаль түтпей қалды. Бірақ қараңыздар, қандай балықтар түтіп жатыр. Мен сендерді шақырдым ба не? Кефальдің поводогы. Бычок дейді. Мүңгірт балығы. Кефальдің поводогын, кефальдің құртын жеп атқан осылар ғой. Деп ойлаймын. Бірақ дегенмен түтіп тұр ғой. Бір емес екеуден түсіп жатыр. Бұлар негізі жыртқыш балық. Бычок деген. Кәдімгі жыртқыш. Етке де түсе береді, нанға да түседі. Түспейтін зат жоқ. Тащын жіберейік. Өліп қалдың ба не? Өліп қалды деп ойламайым, Кефаль аулап жатыр мына түсіп жатқан тарашық. Нән үлкен тарашық екен, қолыма қараңыз. Үлкен тарашық екен, ауызынан ілініпті. Сен қалай түсірсің сен? Сендерді кететін уақыттарың болған жоқ па? Жіберем. Бүгін 10 сентябрь, түсіп отқан тарашқылар. Осылайдан бір 10 тарашық түсетін болса, әдемі болады, бір қуырымға. Сіз қалай ойлайсыз? Өліп қаларға, өлметіп жіберейін. Давай. Кефаль сияқты емес, телеот бал ғой.
Страшно. Ала кет. Құртты сақтаудың ең жақсы сақтайтын менің бір Кенже деген досым бар, ол профессор. Мен де соған жақындап жатырмын ғой. Менің де құрттарым соңғы ұқсап жатыр. Кеше қазғаным, үшінші күні қазғанды. Мына жерде ол үшінші күні қазған құрттарым. Құрттарды қанша сақтауға болады екен? Тағы да 3-4 сақтауға болады ғой. Таза. Құрт бар-ау енді. Оған түсетін балық жоқ болып тұр ғой. Солай. 2, 3, 4 болғанда алуға болатын еді. Мына не істейміз ол? Нән емес бұл жіберейік. Бұл аталардың әжелерін шақырсын бізге. Бір балық не істейміз ол? Сен шақырды ұмытпа бірақ, е? Өзің түспе енді. Жақсы достар, осымен бүгінгі балық аулауымызды аяқтаймыз. Менде күні бойына түскен балық біреу, бірақ 2 рет жақсы түртті, бычектар есептемегенде. Сол негізі менің ойымша кефальдің қазір бүкіл жағалау бойынша түспей жатқан себебінің бірі олдырық шашып атырау деймін қазір. Бірақ дегенмен енді басталатын уақытта жақындап қалды. Бір 4-5 күн ішінде барлық жерде түртіп бастау керек негізі. Оған тағы да бір себептер бар. Мына теңіздің суын көрмейсіз ба, кетіп қалды. Осында 2-3 жыл бұрын ана жағадан ана жақта көріп тұрсыз ба, артында ана құмның қасына лақтырады дейді. Қазір мына жерге дейін дым жоқ міне. Мына ара қашықтықта теңіз кетіп жатыр. Ол да себеп болуы мүмкін. Миграциялық өздерінің жолдарын кефаль балығы өзгерсе өте мүмкін. Бірақ әлде уақыт бар ғой. Октябрь айының толы октябрь айы бар, және ноябрь айының ортасы бар. Қолдан келсе көрсетеміз сіздерге. Балықшыларға айтарым, үміттеріңізді үзбеңіздер, шыға беріңіздер. Бір күн емес, бір күні жақсы түсіп қаласыздар. 10, 15, 20 баяғыдағындай. Жақсы сау болыңыздар. Келесі кездескенше жазылуды ұмытпаңыздар.